Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз ағылшын тілінен 7-ші сынып 3-ші тоқсан БЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Reading task 1. Read the text and mark the sentence true or false. Бірінші тапсырмада текстті оқып аударып, true немесе false белгісін қоямыз. Текстті оқып аударайық. Haiti in ruins after huge earthquake. Үлкен жер сілкінісі болғаннан кейін Гаити елінің қирағаны. Television pictures are slowly beginning to show how great the damage is in Haiti following the huge earthquake on Tuesday. Телевизорден ақырындап көрсете бастады. Хаити елінде үлкен жер сілкінісі болды. A magnitude 7.3 quake just 16 kilometers from the capital hit the Caribbean nation as people were going from home after work. Кариб теңізінің халқы жұмыстан үйіне қайтып бара жатқан кезде болған жағдай. Жер сілкінісі магнитуда 7.3, Астанадан 16 километр қашықтықта болған жағдай. Much of the country has been devastated. Елдің көп жері қираған. Many major buildings in the capital Port-au-Prince have collapsed, including the presidential palace and the UN headquarters. Гаити елінің астанасы Порт-au-Принс қаласындағы көп маңызды ғимараттар құлаған. Оның ішінде президент сарайы және де БОО кварталы. Haiti's President René Préval described the scene in the capital as unimaginable. Хаити елінің президенті Рене Préval бұл көріністі елдің астанасын елестету мүмкін емес деп білдірді. The Red Cross says up to 3 million people have been affected. Mr. Préval fears well over 100,000 people may have died. Бұл хабар 3 миллион халыққа әсер етті, деп Қызыл Крест хабарлады. Мистер Préval 100 мың адам өліп қалуы мүмкін еді деп қорықты. Haiti's ambassador to the USA, Raymond Joseph, said there was no way of estimating how many casualties there were. Хаити елінің елшісі Америка еліндегі Раймонд Джозеф айтуынша, ешқандай жолмен бағаланбайды қаншама құрбандар болды. Countries around the world are acting quickly to send whatever help they can to Haiti. Бүкіл әлемнің адамдары тез арада әрекет жасап, Хаити еліне не қандай көмек керек екенін жіберуге тырысты. Haiti is one of the poorest countries in the world. Хаити елі әлемдегі ең кедей елдердің қатарында болып есептеледі. More than half of its people live below the poverty line, less than $2 a day. Адамдардың жартысынан көбісі кедейлік шегі $2 төмен өмір сүріп жүр. Өмір сүру деңгейі өте төмен деген сөз. It is one of the poorest equipped countries on earth to deal with such a catastrophe. Мұндай апатпен күресуге олар жер бетіндегі ең нашар жабдықталған елдердің бірі. The nation was still trying to recover from being hit by 4 deadly hurricanes in 30 days in 2008. 2008 жылы 30 күнде осындай 4 өлімге әкелетін дауылмен күресіп, халық енді ғана қалпына келіп жатыр. Its economy is in ruins and it has long history of corruption and corruption. Бұл экономиканың қирауына және де сыбайластық, жемқорлық пен төңкерістердің тарихы болды. Ал енді тапсырманы орындайық. Келесі сөйлемдерде берілген қайсы дұрыс емес екенін белгілеп отырамыз. Бірінші сұрақ. Most Haitians were having their breakfast when the earthquake hit. Хаити елі тамақ жеп жатқан кезде жер сілкінісі болды дейді. It is false, дұрыс емес. Екінші, the president's palace was in ruins after the earthquake. Президент сарайы
жер сілкінісінен кейін қирады дейді, құлады. Дұрыс емес, false. The third, üçüncü, the article says Haiti president believes in 3 million people are suffering. Haiti елінің президенті 3 миллион халықты зардап шегуіне сенді. Бұл мақаланың айтуынша. It is true. Келесі төртінші, Haiti's ambassador to USA has a good idea of casualty figures. Haiti елінің елшісі Америкаға зардап шеккендерге жақсы идея бар деді. Дұрыс емес, false. Келесі, most Haitians are so poor they live on less than $2 a day. Көп Haiti елінің халқы күніне $2 өмір сүріп келе жатыр екен. Yes, it is true, бұл дұрыс. Haiti was hit by 4 different hurricanes in 2008. 2008 жылы әртүрлі осындай дауылдар болды Haiti елінде. Yes, it is true. Келесі тапсырма, writing task 2, choose a question from the card on the topic entertainment and the media and answer. Entertainment and the media тақырыбына берілген бір карточканы таңдап, соған жауап жазамыз. Card 4 таңдадым, төртінші карточканы. Do you have a favorite singer or movie star? Who is the most famous singer in a country? Can you describe one of these his and her songs? Сен жақсы көретін әншің қандай, немесе кино актерің, сенің еліңде қандай әншілер бар? Олардың әндері туралы айтып бере аласың ба? Осымен балалар, сабақ аяқталды. Мен мысал келтіріп жаздым жоғарыда. Соған қарап жазсаңыздар болады. The lesson is over. Goodbye. Сау болыңыздар. Сабақ ұнаса лайк, комментарий күтемін. Маған жазылып кетіңіздер.